бір сарынды өмір сүруді әдетке айналдырған Бибігүл Рымтаевна. Бір сарынды өмірді бәріміз жақсы көреміз негізі. Басымызда ауыртқымыз келмейді. Максимально сол ештеңке ауыстырмай, ештеңке өзгертпей жүре берсек деп ойлаймыз ғой негізінде ше. Шындығында күйеуімнің изменасын жақында білдім, как отпустить сабақтарыңызды немедленно в разбор. Әйел дұғасы марафонда ақтауға байланысты медитация толық сақталып тұр. Арманға $50,000 табыстап жатырмын десем болады, бірақ пособиядан басқа. Қараңыздар, мен сіздерге былай айтайын. Өте внимательно тыңдаңыздар. Қараңыздар. Ғажайып 2024 қабылдап жатыр. Өте мұқият тыңдаңыздар. Мен мощный сайт айтам. Қараңыздар. Мысалы, бұл өмірде мен қадағалай алмайтын, мен бақылауда ұстай алмайтын нәрсе өте көп. Мысалы, кеше мен Гуанчжоуға барып, қанша зат жібердім, өзім лично жүріп жібердім. 3,000-ға жуық альпака жібердік, примерно. Қанша адамдардың заказы келді. Мысалы үшін мен оны қалай контроль жасаймын десем де, 3,000 альпаканы мен өзімен алып өте алмаймын. Мен 3,000 альпаканы никак өзім контроль жасап алып келе алмаймын. Мен сол жаққа барамын, таможнядан өткіземін каргоға. Карго өзі оны теңізбен әкеле ме, аспанмен әкеле ме, пойызбен әкеле ме, мен оны білмеймін. И Алматыға жеткізіп береді. Болды. Менің жұмысым заттарды сатып алу Гуанчжоудан, каргоға әкеліп беру. Карго уже жеткізеді. Каргода мен ешқандай адамым жоқ, танысым жоқ. Енді қараңыздар. Мен мысалы бала көтеретін болсам, мен бала көтергім келеді, дайындалам и ниет қылып бастаймын, да, например. Сосын соған байланысты витаминдер ішемін, болды. И менің бала көтердім делік. Мен қайны тұсынбай қалады екен деп шулап жүрмеңіз ертең. Бала көтердім десем, мысалы, ол бала ішіме барғаннан кейін қысылып қалған жоқ екен, оның суы қалай екен деп мен контроль жасай алмаймын. Все, ол ішіме кеткесін, мен ішімде не болып жатқанын мен контроль жасай алмаймын. Менің қолымнан келетіні айына бір рет барып УЗИге түсіп қоямын, не болып жатқанын білемін, болды. Я не могу контролировать. Никак. Немесе мен бір картоптың мына өріктің дәнегін аламын да, мен топыраққа егем. Сосын осының топырақтың астын ашып қарай бермеймін ғой мен. Не болып жатыр екен мынау, гүлдей ма, гүлдемей ма, көгере ма деп. Нет. Даже я не контролирую. Болды. Менің жұмысым дәнекті егу, су құйып тұру. Болды. Ол өзі гүлдейді, өзі бүршік атады, өзі жемісін береді. Өзімен өзі. Мен түк те істей алмаймын оны. Аллах солай құдірет берген, құрғақ топыраққа бір дәнек салсаңыз, ол гүлдейді, көктейді, өседі, өнеді. Аллахтың берген құдірет солай. Менің бойыма біткен бала, өзі аяқ қолымен оның аяқ қалай жасалынады екен, оның құлағын жасау керек еді. Так, мен оның қашан қай күні туамын деп жасай алмаймын. Мен оның қай күні туылатынын да білмеймін. Примерно білем, қай күні қай сағатта туылады, қалай туылады. Бір Алла ғана біледі. Алланың құзырындағы дүние. Мен мына жақтағы жіберген дүнием, затым Стамбулда отырып, мен қазір сіздерге оны кілем жіберетін болсам, ол қалай жетеді, қалай қолыңызға тиеді, ол уже мен контроль жасай алмаймын. Менің бар нем жібере салам, болды. Ортадағы ситуация, міне, мынау менмін, мынау сіз, мен сізге жіберем, бірақ ортадағы ситуацияны я не могу контролировать. Тура сол сияқты, мынаны егемін, суды құям, болды. Дальше мен контроль жасай алмаймын. Бұл өмірде де солай. Марафон дегеніміз не? Марафон дегеніміз сіздің алғыңыз келетін көліктің, сіздің алғыңыз келетін машинаның, сіздің тапқыңыз келетін ақшаның дәнектерін егеміз, жабамыз. Бірақ бүйтіп қоя салсақ, ол жеміс өсе ма? Нет, конечно, өспейді. Не істеу керекпіз? Су құйып тұру керекпіз. Оның айналасында арам шөптер көп болады. Арам шөптерден тазалап отырмасақ, арам шөп мынаны жеп қояды. Не үшін көп адамның арманы орындалады? Көп адамдық орындалмайды. Потому что олар мынаны егеді, егіп тастағаннан
кейін бұның айналасындағы адам шөптерді жұлмайды. Керісінше мынаны емес, адам шөпті суғарады. Ол қалай? Түсіндірейін. Мысалы, мен айтамын сізге. Мен марафонға өзінің қоғамнан, мектептен, әулетінен ешқайдан алмай жүрген мотивацияны осы марафонда да берем. Мен өзімде ондайды қоғамнан, отбасымнан, айналамнан алмағанмын. Оқып, көзімнің жеткен дүниелерін, осы психология саласын оқыдым, зерттедім, біраз іздендім, қаншама курстан өттім, қаншама марафоннан, қаншама тренингтен өттім, қаншама терапияға жасаттым. Өз шет жағасын білесіздер, қаншама разборлардан өттім, өзім жылап еңіреп жүріп, өз қорқыныштарыммен жұмыс жасап жүрдім да. Мен психологияға ақша табам деп келген жоқпын. Валлахи ақша табам деп келген жоқпын. Мен психологияға жүрегім тыныштығы үшін, өзімнің жан дүниемнің бақытты болуым үшін ғана қатыстым. Өйткені мен шаршап кеттім. Қиналғаннан, өмірде қайта таяқ жегеннен, ажырасудың ситуациясынан, мен тастап кетеді екен деген қорқыныш, мен шаршап кеттім. Мен сол үшін жаным тыныштық үшін ғана келдім. И что мен нені байқадым? Жаным тынышталған сайын мен почему-то ақша таба бастадым. Опа дедім мен. Мәссаған, осылай екен ғой. Поэтому мен бүкіл марафондарымда менің үлкен проблемам, мен ақша тапқым келді, бай болғым келеді, бақытты болғым келеді, бірақ ата-анасыз. Мен ата-анамның қолында өскен жоқпын ғой. Оларсыз өзім бір жетістікке жетіп қырғын болып кетеді. Мен айтыстан таптым, жетістікке жеттім. Мен 33 машина ұтып алдым, халықаралық ақындар айтысын жеңдім, республикалық ақындар айтысын жеңдім. Мен сендерге доказать етем, что мен өзімнің күшті адам екенімді. Сендер мені бақпасаңдар да, қақпасаңдар да, мен өлген жоқпын, күшті екенімді доказать етем, дәлелдеймін деп жүріп, дәлелдедім. Айтыстан да алдым, бәрі болды менде вроде. Бірақ менде жетіспеген бір нәрсе болды. Ол не болды? Мен ақшаны бүгін табам, ертең жоқ. Ақшаны табам, ертең жоқ. Мен басында білген жоқпын, мен оны ойладым. Мен бизнесмен болмасам, мен қолымда қырған мемлекеттік жұмыс болмаса, өкіметтен жемесем, қалай мен бай болам? Значит, мен бай болу деген менің пешенемде жоқ дүние деп ойладым. И мен не үшін психологияға келдім? Жан дүнием тыныштығы үшін келдім. Келген кезде айналып келіп, мен әке-шешеме алып, мен айтамын, при чем тут әке-шеше, да? Олар менің өмірімде болмаған. Я и без них обойдусь, өзім білем дедім енді. Я без них көп нәрсе жасадым, бірақ менде самый главный нәрсе болған жоқ. Мен таппадым ол нәрсені. Ол не? Ол жүректің тыныштығы, жан дүниемдегі қорқыныштар. Мына жерімде ине болып тұрған. Тағы маған қандай атака жасады? Кибербуллинг. Буллингтің астында жүрдім мен өмір бақи. Осы қалай әлеуметтік желі ашылды? Буллинг. Тұрсынбаева ажырасып жатыр екен, Тұрсынбаева бүйтіп жатыр екен, елдің бәрін алдап жатыр екен. Мысалы үшін даже білесіздер ме? Тұрсынбаеваға алданып қалдым деген бір кісінің бір несі шықты, мақаласы шығады. Бұл мақаланы бүкіл сайттар жазады. Бірақ бірде бір адам сені не деп алдады деп сұраған жоқ ол кісіден. Бірақ бәрі сен алдапсың ғой дейді. Даже оққан жоқ оны, ешкім сұраған да жоқ ол адамнан. Елдер білген де жоқ. Тұрсынбаева бүкіл сайт жазды. Тұрсынбаеваға алданған деп жазды. Бүкіл сайт жазды. Бірақ не деп алданған дегенде ешкім білмейді. Өйткені алдаған жоқпын мен ешкімді. Қараңыз. Сонда сол кісіге енді сол кісі айтқан ғой, алдандым деп. Не деп, қалай алдандың деген не деген? Айна Тұрсынбаева мені аэропорттан күтіп алған жоқ деген. Мен Стамбулға шақырды бізді. Мен аэропорттан күтіп алған жоқ деген. Ойлаңызшы. Осы алдауға жата ма енді? Разве жата ма осы нәрсе? Кейін қарап ойлаймын. Аллах тағала сондай әділетті ғой. Не үшін маған әділетсіз, өтірік жала жабылды деп ойласам, оказывается, менің өзімнің ішімде сол қорқыныш бар екен. Мен өзім қоғамнан қорқады екем. Оказывается, адам өзінің ата-анасымен қарым-қатынасын жасамаса, ата-анасын қабылдамаса, ол өте қорқақ болады екен. Өйткені ол ата-анасын қабылдамаған адам тамыры жоқ ағаш сияқты, жел соқса құлап қалатын әлсіз бейшара адам екен да. Вот менің проблемам осы болды. И мен не істедім? Өзіммен жұмыс жасадым, өзімді қаздым. Ішімнен менің ойыма түсіме кіріп шықпаған қорқыныштарым шықты. Тіпті бала кезімдегі бір ғана мұғалімнің и сен сабақ оқып не керек, сен бір адам болмайсың ғой деген сөзі өмір бақи менің артымда жүрген екен. Мен тіпті сол сөзді ұмытып та кеткем, қарап отырсаңыз. Мен ұмытып кеткен дүниенің барлығын түп санам ұмытпаған екен.
түп санамда бәрі жазылып тұрыпты. Бұлардың түгі жоқ кедей еді ғой деген сөздің өзін мен ұмытып кеткем. Түгі жоқ кедей деген сөзді мен 6 жасымда көршіміздің әйелі шай ішіп отырып, мені бала деп ойлаған ғой, сөйтіп айтып отырдым, түгі жоқ кедейлер деп айтып отқанда, сол сөзді мен өмір бақи түп санамда сақтап тұрыппын. Сәл байлық туралы әңгіме болса, ой қой, менде байлық жоқ. Өйткені түп санамда не қандай программа бар? Біз түгі жоқ кедейміз деген программа. Мен осы программаны алып тастадым. Түгі жоқ кедей болса, апам кедей болды, ата-анам кедей болды. А мен ше? Мен не қатысым бар? Олардың өз тағдыры бар, менің өз тағдырым бар деген шешімге келдім. Ойымды өзгерттім. Түгім жоқ кедеймін деген 40 жыл тасқа кеткен ойды бір-ақ күнде алып тастадым. Мен кез келген уақытта бай бола аламын, кез келген жетістікке жете аламын, кез келген әлемнің қаласында тұра аламын. Что, бассейні бар, проблема? Нет, конечно. Теңіздің жағасында тұру проблема ма? Құдай береді маған.